الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. İmam Bukhari rahimahullah bugün hadisin neçinci hadis? 6. hadis var mı? İmam Bukhari rahimahullah Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının dereceleri және олардың жеке ерекше сипаттары туралы Sahih'ta жеке zikir kılgan kitabında осы hadisті келтіреді. Анас радıyallahu anhu айтады. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aldığına bir adam gelip Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den as-sa'a deyip atır. Aleykümselam. As-sa'a bol жерде maksat odan ne? Kıyamet. Kıyametin kaçan bolatın ekenini tuğralı soradı. Faqala mata as-sa'a? Kıyamet kaçan dedi. Qala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Wa maza a'dadta laha? Oğan neden de koydun sen dedi. Faqala la şey. Hiç qanday bir narsa жоқ айтатын. İlla enni uhibbullah ve rasulah. Men bolatını sol, men Allah men Rasulunun жақсы көруім бар dedi. Faqala anta ma'a man ahbabta. Sen өзің жақсы көрген кісілермен бірге боласың dedi. Qala Anas radıyallahu anhu aytdı. Fama farihna bi şey'in farahana bi qawli Nabi sallallahu aleyhi ve sellem anta ma'a man ahbabta. Biz Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin sen өзің жақсы көрген кісілермен бірге боласың деген хадисі сияқты ешбір сөзбен қуанбаған едік дейді. Сонда Анас радıyallahu anhu айтады. Фана ухиббун набия саллаллаху алейхи ва саллям. Мен Наби саллаллаху алейхи ва салламды жақсы көремін. Және сол сияқты Абу Бакрды да, Омарды да жақсы көремін. Және соларды жақсы көруменен мен солармен бірге болуды үміт етемін. Олардың амалдарына ұқсаған амал қылмаған болсам да деп айтты. Бұл хадистің рауиі Анас ибн Малик радıyallahu anhu. Анас ибн Малик о кісінің машхур, танықты болған лақабы Хадимун Наби саллаллаху алейхи ва саллям. Хадим дегені не ол? Қызметші деген. Қызметкер дейсіздер ме, не дейсіздер? Қызметші дейсіздер ме? Наби саллаллаху алейхи ва салламға қызметші болу бұл кісіге өте үлкен бір мәртебе болған ақиқатта. Себебі адам қай бір нәрсеге жақын болса, сол жақын болған нәрсесінің құрметіне жараса, оның да дәрежесі көтеріле береді. Мысал, әшейін Ибн Мубарак рахимахуллахтың көршісі үйін сатпақшы болады. Ибн Мубарактың көршісінің үйі бүткіл адамдардың үйі сияқты 1000 динар тұрады. Сол кісі мен үйімді 2000 динарға сатамын дейді. Сөйтсе бәрінікі 1000 ғой, сенікі не 2000 десе 1000 үйіме 1000 Ибн Мубаракқа көрші болғаныңа дейді. 1000 үйіме 1000 неге? Мына көршілік ақысы бол. Ашин беріле бермейді бұл нәрсе. Мыңдаған адам бар бұл жерге жететін деп жатыр. Яғни литтисалихи біреуге жақын болуменен оның несі дәрежесі көтеріледі. Қызметші деген ат былайша негіз төменірек нәрсе ғой, негіз дұрыс қой. Хадим деген бір қызметші, жұмыскер. Бірақ Хадимун Наби саллаллаху алейхи ва саллям деген лақап бұл, яғни Наби саллаллаху алейхи ва саллям келіп тұрғанынан не болатыр бұл жерде? Бұл бір үлкен бір дәреже, оны пагондықпен ала алмайтын нәрсе бұл ақиқатта. Қызметпенен ашин бір субханаллах
радиаллаху анху. Себебі не үшін хадим десе, сахабалардың көбі қызмет қылған ғой десе, иә қызмет қылған, бірақ олардың жанұясы бар еді, қызмет қылу мақсатта келеді де кетеді. Амма Анас радиаллаху анху Наби саллаллаху алейхи уассалам Мединеге келген уақытта кішкентай бала болған. Сонда бүткіл адамдар Наби саллаллаху алейхи уассаламға анамен мынамен жәрдем береді. Анас радиаллаху анхуның анасы, әкесі жоқ. Анас радиаллаху анхуның анасы келіп Умму Сулайм радиаллаху анха: "Я Расулаллах, мен сізге беретін еш нәрсем жоқ" дейді. Бірақ хада Унайс, салам алейкум, обедтен кейін мен үйіме келші, мейлі ма? Иә, сағат 1-лерден кейін мен күтемін дейді. Мейлі ма? Иә, салам. Айтады: "Я Расулаллах, хада Унайс" дейді. Унайс деп Анастың кішкентай бір Анас деген мағынада. Сізге қызметші болсын осы дейді, сізге қызмет қылсын дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи вассалам өзіне еркелетіп алып жүреді оны. Сонда Анас радиаллаху анху айтады: "Хадамту Наби саллаллаху алейхи вассалам 10 сенин", Наби саллаллаху алейхи вассаламға 10 жыл қызметші болып жүрдім дейді. Бірақ бір ретте маған: "Ей Анас, мынаны не үшін істедің, мынаны не үшін істемедің" деп маған тиіспеді дейді. Бұл бір жағынан Наби саллаллаху алейхи вассаламды өте бір үлкен көркем мінез иесі екеніне дәлел қылады. Екінші жақтан Анас радиаллаху анхуның да өте бір тәрбиесі жақсы екеніне дәлел қылады. Себебі ол Наби саллаллаху алейхи вассаламды ешбір рет ренжітіп қоймаған екеніне дәлел қылады. Радиаллаху анху арда алейхи салату вассалам. Сол үшін ол кісіні лақабы не? Хадимун Наби саллаллаху алейхи вассалам. Бұл фақыр ақиқатта, мақталатын сипат. Күниясы Абу Хамза радиаллаху анху. Ол кісі өте ұзақ жасаған, 100-ден асқан. Себебі Наби саллаллаху өте ұрпағы көп болған. Наби саллаллаху алейхи уассаламға бағана анасы алып келген уақытта: "Осы Унайс сіздің қызметшіңіз болсын да, оған дуа қылыңыз" дегенде Наби саллаллаху алейхи уассалам: "Ей Алла, бұның өмірін ұзақ қылып, баласы мен малдарына береке бер" дейді. Сондағы 100-даған баласы болады. Анас радиаллаху анху уақыт өткеннен кейін айтады: "Наби саллаллаху алейхи уассаламның қылған дуасы ақиқатқа шықты" дейді. "Қазіргі күнде мен сияқты бай сахаби жоқ" дейді. Мединеде бай адам жоқ дейді мен сияқты. Баласы көп. Бұл дәлел қылады, егер Алла субханаху ва тағала беретін болса, байлық негізінде рахмет болады. Баланың көптігі де адамның кедейлігіне не болмайды? Себеп болмайды иншалла. Егер себеп алынатын болса. Себебі әрбір бала өзінің рызқыменен келеді дүниеге. Сол қысқаша Анас радиаллаху анхуның несі, илля ол кісі туралы ақиқатты сөздер өте көп, радиаллаху анху. Айтады, Наби саллаллаху алейхи уассаламға бір адам келіп қиямет туралы сұрады дейді. Мәтәссаа, қиямет қашан деп. Бұл ақиқатта қиямет қашан екені туралы сұрау қызық сұрақ. Себебі әрбір адам қияметке егер шыныменен иман келтіретін болса, қашан болса екен сол қиямет соған жетсек екен дегенде үмітпен жасайды. Бірақ солың қашан болатын екені пендеге қызық па өзі негізінде? Яғни қызық дегеннен мақсат сол пайда ма, пайда емес пе оған? Ол пайдалы ма қиямет қашан болатын екен? Оған пайдасы жоқ. Себебі егер қияметтің қашан болатын екенін бізге пайдасы болғанда, Алла Құр'анда немесе Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисте пәлен жылы мынандай болады деп несі бар оны Аллаға? Дұрыс па жоқ па? Аллаға ешқандай тұратын нәрсе емес. Алла субханаху ва тағала алимул ғайби ва шахада. Ғайбта ашин бір өмірдегі нәрсені де біледі, болып тұрған нәрсені де. Аллаға айырмасы жоқ. Алла қаласа айтып қоятын соны. Бірақ бізге оның қашан, қандай айда, қандай күнде, қандай числода болатын екенін пайдасы болмағаннан бізге айтпаған. Бірақ жұма күні болады. Қиямет күні қашан болады?
Жұма күні болады. Осы жұма қай жылда, қай айда, қай айдың 4 жұмасынан қай бірінде екенін Алладан басқа ешкім білмейді. Бірақ жұма күні екені анық нәрсе. Демек, қияметті бізге қашан екенін білуден пайда болмағаннан Наби саллаллаху алейхи ва саллям сұралған уақытта, пәлен уақытта деп айтқан жоқ. Оған сұрағына сұрақпен жауап берді. Бұл дәлел қылады, кейбір уақыттарда сұрақпен жауап беру керек. Яғни кейбіреулер айтады ғой, сұраққа сұрақпен жауап беру ол еврейлердің тариқасы деп. Еврейлердің, яғни олардың бір манхажы дейді. Бұл дұрыс емес. Егер солай деп айтатын болсақ, онда Наби саллаллаху алейхи ва саллям қате қылған болып есептеледі, соларға ташаббу қылған болып есептеледі. Бұл мүмкін бір жағынан еврейлерді өте ақылды деп есептеген болған. Біз о қауымдарды мақтап қойған боламыз онда. Түсінікті ме? Наби саллаллаху алейхи ва салламға қиямет қашан десе, өзінен қияметке не дайындап қойдың деп сұрап жатыр. Осы сұрақпенен Наби саллаллаху алейхи ва саллям керексіз болған нәрседен оның ойын неге бұрып жатыр? Керекті болған нәрсеге бұрып жатыр. Сен оның қияметтің қашан болатын екенмен жұмысың болмасын. Сенің өміріңде бола ма, сен өлгеннен кейін бола ма, сен егер осы өмірде дұрыс болсаң, соның өзі жеткілікті. Амма қателікте болатын болсаң, 1000 жыл жасасаң да, бәрібір қиямет келеді саған. Тура Муса алейхиссалату вассалам өлім періштесі келген уақытта разы болмайды. Яғни хадисте шарықтаған ғалымдар айтады, Муса алейхиссалату вассалам негіз соған келгенін де білмей қалған болуы мүмкін дейді. Сонда періште шығып Аллаға, мына пендең өлгісі келмейді дейді. Сонда барып айт, қандай бір өгіздің үстіне қолын қойсын, сол қолының астында неше шаш, бағанағы терісінің үстіндегі шашы болса, соның санағындай өмір болады оған. Сонда Наби саллаллаху алейхи Муса алейхиссалату вассаламға келгеннен кейін, одан кейін не болады я Раб десе, өлім болады одан кейін. Ол 100 жасаң да, 100 мың жасасаң да, ақырында болатының не ол? Өлім. Муса айтады, олай болатын болса қазір ала ғой дейді оны. Сол уақытта. Себебі мәселе амал мен екенін, ол мәселеде қияметке жақын жасайсың ба, қияметтен ұзағырақ өтесің ба, бұрынырақ өтесің ба, онда қызық жоқ. Қызығы Наби саллаллаху алейхи ва саллям көрсетіп жатқан, "Уамада адатталаха", сол алдында келетін үміттенген күніңе дайындаған нәрсең қызық. Не дайындадың? Таразыда түскенде Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азимдан қанша дайындап қойдың? Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, имам Бухари рахимахуллах сахихында шығарған ең ақырғы хадис. Екі сөз бар, тілге өте жеңіл, Аллаға өте жағымды, таразыда өте ауыр. Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахил азим. Содан неше рет айттық бір күнде, ойлап көрейік, соны бір еске алып алсақ. Сол таразы, сол қызық бізге. Амма оны ертең екенін біліп қойсаң не істейсің? Сәләф айыммаларынан сондай біреулер болған. О кісілерді сондай не қылғанда, Ибн Хаджар солардың біреуіне айтады. Егер, пәленші дейді, егер оны есіктің астында өлім періштесі тұрса, ма кана фи вajhihi ayazida fil amali shay'an дейді. Артықша амал қыла алмайтын еді дейді. Яғни оның өмірі не сызылған амалда. Әрбір уақытының өзіне жараса не бар? Несі бар? Амалы бар. Періште келіп қалса да, ол бір амалдың үстінде тұрыр бағанағы. Ол артықша амал қыла алмайды ол. Дайын дегенде ол былайша. Түсінікті ме? Яғни бұл дәлел қылады, бізге қияметтің қашан болатын екенінің ізденуден қажет жоқ. Наби саллаллаху алейхи ва саллям сұрағандай, "Уамада адатталаха", оған не дайындап қойдың десе, бағанағы сахаби басқа бір риwayatта айтады, истакана деген, субханаллах, тыныш болып қалады. Не деп жауап беруді білмей қалды. Ол жерде
ауыр сұрақ қой енді. Не дайындадым екен? Аллаға нені міндет қыла алады адам? Дұрыс па жоқ па? Айтады, лайса кафиру сиямин вала садақа дейді. Көп ораза, көп намаз деген жоқ менде дейді. Бұл бағанағы сахабидің бір жағында несінен кішіпелдігінен міндет қылмайды амалын. Бірақ деді, валакинни ухиббуллаха ва расулаху дейді. Мен бірақ Алла мен Расулын жақсы көремін. Алла мен не? Расулын, пайғамбарын жақсы көремін дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, анта ма'аман ахбабта дейді. Сен кімді жақсы көрсең, сонымен бірге боласың. Кімді жақсы көрсең, басқа бір риwayatта, имам Тирмизидің риwayatында ал-мар'у ма'аман ахабба деп келеді. Кісі кімді жақсы көрсе сонымен болады. Сол үшін қай бір пәленші түгеншіні ақтап тұрған адамға, егер осындай бір қатеде өткен адам болса, Алла сені қияметте сонымен бірге қылсын десең, қоя тұр дейді ол. Біледі ол жаман адам. Абу Бакрмен бірге болса адам, біледі қалай болуын екен. Ибн Мубарак соған ұқсаған адамдармен бірге болуды адам таманна қылады, үміт етеді. Бірақ пәленші түгеншілер бұл нәрсеге жарамайды. Сонда Анас радияллаху анху айтады, біз басқа бір имам Муслим рахимахуллахтың риwayatында исламға кіріп, исламды біліп қуанғанымыздан кейін осы хадис сияқты ешбір қуаныш болмаған еді бізге дейді. Басқа бір риwayatында, және ол риwayatта сахих, бізде ме солай деп сахабалар сұрайды. Бізде, яғни бұл хадис мына кісіге ме тек қана? Бұл өте бір үлкен қуанышты хадис қой бұл ақиқатта, дұрыс па жоқ па? Бізде солай ма деп жатыр Наби саллаллаху алейхи ва салламға бағанағы сахабалар. Себебі хадисте анта ма'аман, сен кім жақсы көрсең сонымен сен деп жатыр ғой. Сонда сахабалар бұл болған ғана ма, немесе бізде соған кіреміз ба? Себебі бұл жерде вахи кетіп жатыр. Алла, Наби саллаллаху алейхи ва саллам мүмкін мына адамды жәннати екенін білет шығар мүмкін, Аллаху алам. Солай ма вахи арқылы? Сонда сахабалар бұл мәселенің қызық болғанынан, өте бір ақиқатта бір қымбат мәселе болғаннан, бізге де ме бұл нәрсе десе, Наби саллаллаху алейхи ва саллам сендер де солайсыңдар. Сонда Анас радияллаху анху айтады, исламға кіргеннен кейін осы хадис сияқты қуанышымыз болған жоқ біздің дейді. Сол үшін қуаныш не ол? Дәлелін келтіріп жатыр Анас. Айтады, мен Наби саллаллаху алейхи ва салламды жақсы көремін дейді. Абу Бакрды да жақсы көремін дейді. Омарды да жақсы көремін дейді. Бұл хүб, құлшылық деген нәрсе бұл. Жақсы көру, бұл ең үлкен құлшылықтардан. Бәлкім Ибн Қайым рахимахулла айтады, жақсы көру бүткіл құлшылықтардың басы дейді. Себебі бүткіл құлшылықтар негіз жақсы көрудің үстіне құрылады. Себебі бір адам не үшін дәреже алады? Пәктенуді жақсы көру дәреже алады. Не үшін құлшылық қылады? Алланың ризалығын жақсы көріп құлшылық қылады. Соған ұқсаған. Бүткіл құлшылықтар осы махаббаттың үстіне құрылған. Ол махаббат Алла мен Расулын жақсы көру негізі сол жерде. Сонда Анас радияллаху анху жақсы көрудің негізі пайғамбарды жақсы көру, Абу Бакрды және Омар. Олардың амалын қыла алмасам да деп жатыр. Сөзсіз Абу Бакр мен Омардың амалы қайда, басқалардың амалы қайда? Барлығы жақсылықта. Бірақ сөзсіз Абу Бакрдай басқа біреу амал қылуы өте қиын нәрсе. Бұл дәлел қылады. Абу Бакр мен Омардың сахабалардың уақытында олардың дәрежесі өте үлкен екеніне дәлел қылады. Ва илля Анас кімдерден Анас? Анас ансарлардан, Медине иелерінен, солай ма жоқ па? Абу Бакр мен Омар қай жерден? Меккеден. Егер ел таласу болатын болса, олар Анас радияллаху анху Саад ибн Убаданы ма, Усайд ибн Худайрды ма, соларды біреуін айтатын, Аус пен Хазраждың нелерінің, сәйеттерін айтатын жоқ. Болар Наби саллаллаху алейхи ва салламның махаббатына өздерінің махаббаттарын ерітеді, артынан жүргізеді. Наби саллаллаху алейхи ва саллам нені жақсы көрсе, болар соны жақсы көруге әрекет қылады.
Өткендегі айтқандай сияқты мынау. Әшейін бір асқабақ сияқты Наби саллаллаху алейхи вассалам соны жақсы көргеннен Анас радиаллаху анху өзі айтады. Наби саллаллаху алейхи вассалам жақсы көріп жеп жатқанын көріп, мен сол тамақты жақсы көретін болдым дейді. Сол үшін асқабақты жеп тұрыңдар да. Арзан нәрсе екен демей, Наби саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген соны. Соны жақсы көргеннен мен жақсы көретін болдым дейді. Қараңдар, бір әшейін бір табиғи нәрседе де Наби саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көруіне не қылған олар? Ерген. Енді қоя бер оны, қызықтырған нәрсесі қайда, бұйырған нәрсесі қайда онда, сөзсіз оны бір нәрсесін қалдырмай істейтін болған олар. Радиаллаху анхум ажмаин. Бұл дәлел қылады, ақиқатты төбеде айтқандай Абу Бакр мен Омардың дәрежесінің үлкендігі екенінің себебі бұл жерде Анас радиаллаху анху ахлі сүннаның бір үлкен ақидасын айтып жатыр. Не ол? Абу Бакр мен Омарды жақсы көру бұл ахлі сүннаның ақидасынан әшейін бір әңгіме емес бұл. فإني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر деп жатыр. Абу Бакр мен Омарды мен жақсы көремін деп неге кіргізіп жатыр бұны? Бұл сенімнің ең негізгі мәселелерінің біріне кіргізіп жатыр. Бұның терісі Абу Бакр мен Омарды жақсы көрмегендер кім болады олар? Жек көргендер болады. Жек көргендер бірге бола ма? Бірге болмайды. Сол үшін Шейх Исам Тайми рахимахуллах бағанағы өткенде ескерткен аятымыз Аллах субханаху ва таала мұхаджирлерді, ансарларды зікір қылады да ақырында үшінші тайфа адамдарды зікір қылады. Кімдер олар? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Олардан кейін келгендер, қияметке шейін. Осы үш түрлі адамдар. Өздеріне, олардан кейінгі келгендер не дейді? Раббана ғфир лана уал ихван. Қазір сахабаларды жақсы көрмегендер қайсы тайфаға кіреді үшеудің? Қай бір бөліміне кіреді? Олардың ешқайсысына кірмейді. Демек олар қай тайфадан болады? Асхабу шимал да? Асхабул ямин о асхабу шимал. Оң қол иелері, сол қол иелері бар. Дұрыс па? Асхабул ямин бол момындар. Асхабу шималдар олар дінде болмағандар. Дұрыс па жоқ па? Алла сақтасын. Сол үшін сахабаларды өткендегі айтқанымыз сияқты оларды жақсы көру бабы бол құлшылық. Оларды жек көру бол нифақ бол. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады: "Хуббул ансари минал иман ва буғдул ансари минал нифақ" дейді. Ансарларды жақсы көру иманнан, ансарларды жек көру бұл нифақтан дейді. Себебі ансарларды жақсы көруінен мақсат, ансарлар не үшін ансар деп намдалды? Нусрадан, яғни Наби саллаллаху алейхи ва салламның дінін жәрдем берушілері, оны көтерушілер. Оларды жақсы көруден мақсат осы дінді үмбетте қалуға себеп болған кісілердің бірі. Сол мақсатта жақсы көреміз. Ансарларды жек көру не үшін нифақтан деді? Себебі мұнафықтар осы дінді көтеруді жек көреді, дұрыс па? Сол үшін олар нифақтан болады. Сол үшін сахабаларды жек көру өте бір қатерлі мәселе. Жоқ дегенде адамды нифаққа алып барады, болмаса көфірге шығарып жібереді, Алла сақтасын. Сол үшін кімде-кім сахабалар, хасса мынау Айша немесе Абу Бакрға ұқсаған адамдарға тіл тигізетін болса, көбінесе дінде қалмайды олар. Түсінікті ме? Сол үшін Анас радиаллаху анху айтады: "Мен олардың амалын қылмасам да, қылу қиын, мүмкін емес ол нәрсе. Себебі Абу Бакр мен Омар бүткіл адам баласында болған пайғамбарлардан басқа адамдардың ең абзалы." Түсінікті ме? Қанша адам өткен болуы мүмкін қазір адам алейхиссалату вассаламның қазіргі шейін? Санау мүмкін емес нәрсе, дұрыс па? Бірақ абзал адамды санау мүмкін қазіргі күнде. Олар ішіндегі пайғамбарлардан кейінгі ең абзал адамдар солар. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллам пайғамбарлардың ең абзалы, о кісінің үмбеті басқа үмбеттерден абзал, о кісінің үмбетінің ең абзалы осылар болатын болса, демек ол не? Пайғамбарлардан кейінгі тұратын ең абзал адамдар осылар. Енді осындай абзал адамдарды жек көрген адам ешқашан жүрегі сәлемет болмайды, Алла сақтасын.
Başka bir hadiste Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'dan jene birevi kıyamet kaçan deb soraydı. Sonda ne deyip Nabi sallallahu aleyhi ve sellem? Mel mesul anha bi'alem min es-sa'il deydi goy bagana Cibril'in hadisinde. Solay mı yok mu? Suralып turgan suravşıdan göre bu narseni köbürek bilmeydi deb var. Yani mende sende bu bilimde tengbiz deb var. Yani ol degeni kıyamet kaçan boluğun Cibril de bilmeydi, perişteler de bilmeydi. Bu Allah'ın jeke özünün bilimi. Sebep Allah aytadı innallaha indahu ilmus sa'a. Sa'a degende maksat kıyamet. Kıyametin bilimi Allah'ın özünün jeke bilimlerinden diyor. Söndü mü? Sol üçün kıyametin kaçan boluğu negiz maksat emez. Maksat sol kıyametke barılатын amal, dayındalgan amaldı oylaw gerek adam. Sol kıskaça bol hadistin